Yalgızlıklardan yoruldum mu sandım. Uykudan tursam telefon sekirip keteyim деп жатыр. Адамдар уайымдап жатыр. Өлен жарып жатыр. Ерін нормально. И жаңадан адамдар тіркеліп жатыр. Жаңадан тіркеліп жатқан жандар, сіздерге ассалаумағалейкум. Қош келіпсіздер. Сіздер маған подписчик болмайсыздар. Сіздер маған нағашы боласыздар. Аман болайық, бар болайық. Менде бәрі жақсы. Жаман деп айтуға дәтім де шыдамайды. Менде жаман ешқашан болмаған. Өзім сатып аламын, өзім тіленіп аламын ғой любой нәрсе. Аман болайық. Бүгін күндеріңізге сәттілік. Нағашыларым мен. Всем ассалаумалейкум, қалайсыздар достар, жағдайларыңыз қалай? Мен Аллаға қалап аман есен ауылға келдім, яғни Шымкентке. Мынаны бәрі неме беле? Көріп тұрғандарыңыздай. Короче, қазір бір нәрсе көрсем, мамаға түсіндіре алмайсың сен. Салам алейкум. Да, багажды көрсетпей-ақ қояйын. Маманың қасында жүрсең, в общем, сенде қандай машина, короче, қызық емес. Главное, зат тасисың ба, болды ғой, короче. Сондай. Мамаға енді сөз өтпейді. Амал жоқ, көнеміз. Жүрегім ай. Атак бәрі жақсы, альхамдулилля, аман болыңыздар. Бәріне қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Біз деген группа бала шаға барлығымыз осылай Санрымоға келді. Мен жаңа негізі салонға кіретін кезде рилсті салған ғой, уже шықсам кәдімгідей күшті поддержка беріп жатыр екенсіздер. Өте қуаныштымын, Алла разы болсын, қолдап жатқан, комментарий жазып, өздеріне алып кетіп жатқан жандарға көп рахмет. Қуанып қалдым, сіздердей оқырмандарым, сіздердей қолдаушыларым бар болған, Аллаға сансыз шүкір. Сіздер де Алла тура мені қалай қолдайсыздар, содан еселеп қолдасын дегім келеді. И бұйырса бүгін кешке туған күнге барамыз. Негізі бүгін Фортуна мен Аянаның туған күні. Екі жаққа да бару керек болып тұр, сонымен енді бұйырғанын көреміз.